Сәлем достар, сізден бірге мен Исма мен бүгін мынау Қазақстанға прохождение екінші сериясын түсіретін боламын. Енді мына жерде қырғызстандық өзбектер жаулап алыпты. Енді осыны пайдаланып осы Өзбекстанға біз шабуыл жасамақшымыз. 8 болып тұр, 9 болу керек онда. 8 дейді, мына жерде ше. 8 не беле бәрінде 8, 11. 10 мына экономика қырғын ау деймін. Испанияда 44 мың. Лиссабон. Парижді немістер жаулап алды. Францияны, в общем. Енді мынау Италияға хана екен ғой. Ханасы екен ғой Италияға. Енді біз мынау қазіргі очередте бұл агрессор болып табылды, сондықтан бұл біраз мемлекеттермен отношение дұрыс емес. Ал бізде аз енді. Бізде онша қатты не істейді ел жоқ бізде. Қарсыласатын тек мына Арабиядан басқа. Енді біз мына көп ұзамай Өзбекстанға мен әскер жинай берейін. Сіздердің уақыттарыңызды алмайын яғни. Ойбай, мен запись экраны қосуды ұмытып кетіппін ғой. Мынау біз Өзбекстан жаулап алып жатырмыз. Өзбекстан Иранды, Иран Турцияны. Турция болса кіммен? Турция болса Нидерландыны. Нидерланды болса Турцияны жаулап жатыр екен. Матрешка. Короче, мына жақта ампалды әскері бар бұның. Мен білем Өзбекстан. Көрдім бағана. Мына көрдіңіздер ма? Содан тығылып отырдық. Жабыра шабуыл жасай беремін мен. Смело. Бірінші сопротивление. Ойбай, мыналар мықты ол. Термис сила деп тұр ғой өзбектер. Енді сопротивление бере алмайды бұлар. Енді құлайды. Құлады ғой. Так, Иранға жабыламыз ба? Короче, неға әскер жинайық бүкіл. Сөйтсе, мұна крейсер жауы жасап кетіп мынаған. Бірақ мына Иранның әлі мүмкіндігі бар. Иран мүмкіндігі бар, 33 деп тұр екен. Бүйтіп нашты высадка жасау керек қой. Қайтарып алды, Екі жақтан сындырамыз ба. Енді штурмовать еткем соңына бірден Түркменстан жоқ қылақта. Алдымен ағам ультиматум жіберейік. Келсем екен бірақ. Келіспейді ғой, мен әскерім аз ғой. Келіспейді ғой, білемін. 107 мың дейді. Мынау нәрмені қайта осыны құрып тастайықшы, бірден нервқа тиіп жатыр. Өзбекстанмен кейін мирный переговор жасай саламыз. Өзбекстан миллион болды уже біздің неміз халық саны. Сыйламыз ғой, сыйла. Өстіп отыра берсем бола ма деймін де, ана жақта битесі шартысын ғана жіберейік, неқа бол. Ана жерге көп кетіп қалды. Жартысын бөліп жіберейік өстіп. Сөйтсе борышты аз болып қалды. Маған бит жіберейік та, кішкене қош жіберейік неқа. Өзбекстан мир ма? Мир болса мир болсын. Қарақалпақстан дейді, Қарақалпақстан. Ташкент алдық қой, бастысынан алайық. Өсе салайық та, короче. Или наны алмай бите салайық па. Өсе салсам бір наны битсен де қайдан. Мұна шет жақсы ол. Қырғызстан. Бейті штурмовать еткенге жақсы болады. Осы жақсы ол естіген. Болды ғой. Аптық Тәжікстан. Таджикистан.
Tojikiston наш. Tojikiston Сива деп. Tojikiston. Оба. Бада-бум, 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 бада-бум. Оқ біле Ош деген қалада өзбектер өзінің астанасын Ошта орнатыпты. Ош. Міне следующий ходпен кете береміз енді. Мына әскер бүйтіп жібере салайық. Болды уже. Біраз мемлекет жауладық қой. Түркменстан дейді. Түркменстан не істейміз енді? Мына іште 4-ақ провинция қарап тұр екен, оны да жаулап аламыз ғой. Сөйтейік па. Біраз территория ассимиляциясы. Бірақ мынау әскер жетпейді енді. Оны сойға жібере салайық та, короче. Неқы лагерь снабжение жасайық. Так, Тошкент дейді. Тошкентте бар ма? В смысле 966? Конечно же, капитуляция. Так. Ташкент дейді. Ташкент. Өз жасап қояқ осы қадан. Наси 97 екен. Біздің максимальный барғанымыз. Бішкенттің темір остасы негізінде неден кішкентай? Астанадан. Бекабат демас, одан да соғу керек қамалдар. Наманған деген кімге қарайды? Жоқ, Наманған бізге қарайды екен. Енді абсолютно бөлініп тұрып астанасы деген смело айырып аламыз біз. Оба деп жеп қоямыз ғой. Негізін екеуі соғысса, мынау Өзбекстан жеңіп кетеді. Так, тағы нүкістен соғамыз ба? Нүкістен соққан дұрыс ол негіз. Қарақалпақстан астанасы деп. Қарақалпақстан астанасы Нүкіс. Мына шеттен де Үргеніш деймін, сондайдан да соғу керек қой. Арсенал сосын мынандай дегенде соқ қою керек негіз дұрысы. Өйткен мынау әскер не болғанда сол жинап отырады әскерлерді. Экономиканы жемей, ақшаны жемей. Қойына астанада соқпаған әрекет соғып атыр қонаған. Енді мына Ақтау Атырауға соғу керек. Порт соғамыз неқа. Соғып атыр. Ебел жинамай ойдың ақша қоғызым. Бұларды неқа жіберейік та. Әне көрінсе ме уже 10 болады. Әне айттым 10. Лагерь снабжениеде жемейді ол. Лагерь снабжениеде. Жақсы жер. Ақша жемейді лагерь снабжение. Бір Испанияның ба басып алу керек. Көңіліміз көншімей тұр. Испанияны жаулап алуға айда, бірақ Португалияны жаулап алып барып Испанияға ересен болсам. Жотылып бара тұр ғой. Иранға кетіп бара тұр көз алдымызда. Жылағың келеді ғой. Анау таза агрессия, мынау таза не ғой. Агро бірдене дейтін ғой, сондай. Бізде де міне 3 мемлекет па, 2 мемлекетпен соғыстық, ол жерде бізде агрессивность пайда болды. Жаман ғой негізі агрессивность деген нәрсетке біреуін соғайық. Енді өзім білетін атақты қалаларға соғып атырмын. Негізі Қызылорда облысының центрін болғанымен, Қызылорда қаласы болғанымен, бірақ Қызылорда қаласы ол дамыған қала. Лагерьсіне же соғыс алмақ. Өзім туған жерім ғой. Енді солтүстіктің бәрін бекітіп тастау керек енді.
Білесіздер ғой мына жақта не бар екенін. Біз негізі Алтын Орданы қайттан создать етеміз ба? Золотая Орда. 4 миллион население екен. Украина Грузиямен соғысып жатыр екен. Біз мына жақтан бір хороший бір отношение жинап ше. Право проход войска. Украинаға шығуға болады. Қырым біздікі. Крым казахский. Әдемі идея ғой, әдемі. Ташкент біздікі негізі. Так, енді осымен осы серияны аяқтайды. Келесі сериядан Қырым жаулап алатын боламыз. Что за хуйня? Ох ты алла. Не білейік Гитлер келген балаға. Пласт. Ох. Испанский империя. Осының жерлері әдемі, сочный. Германиямен оны соғысу деген тозаққа барумен бірдей ғой. Россиямен енді білмеймін, Россиямен соғысқанда сондай шығар. Керек емес, негізі армия деген расвоз ете салу керек қой. Бекабатта бар, Жалал-Абадта бар. Жезқазған, Қарағанды қайда? Қарағандының қасында нау бар бірақ. Осында осы Жезқазғанға Балқашқа істей салайық. Порт соғып. Лагерь снабжение жасап. Тауарды қойып. Енді бізде мына жерде қайсысы ең жақсы? Өскемен. Бұл жақта счастье 99. Қой, бітірейік құрсын. Жақсы темірге болған мен Исмай Кезет. Ана тіркеп лайк басыңдар, сау болыңыздар.